сол ссылкаға басамыз. Зарегистрировать ИП деп басамыз. Бұл жерде сіздердің кодтарыңызды сұрайды. Кодымызды теріп кірдік. Енді міне зарегистрировать ИП дейміз. Мысалға, мына жерге өзіңіздің ИП-іңіздің атын жазсаңыз болады. Мен ИП Ажатаева дедім. Енді мына жерде адрес деп шығып тұр. Адрес бізде Алматы. Алматинская деп тұр, міне, город Алматы дедім. Налоговый органдарыңызды қарайсыздар, қай қаладан, сол қараған. Мысалға, бізде Наурызбайский район. Барлығы шықты, енді біз заявка жібереміз. Продолжатты басқанда бізге Каспий одобрение береді. Неге бұны запись экранымен түсіріп жатырмын, себебі сіздерге түсінікті болу үшін осылай видеомен түсіріп отырмын екінші телефонмен. Міне қараңыздар, основной вид деятельности дейді. Бұл дегеніміз, мысалға сіз немен айналысасыз, мысалға торт пісіресіз ба, торттың өзінің ОКД-сі болады, сатудың өзінің ОКД-сі болады. Мен мысалға мына жерге сразу жазамын 47 910. Бұл дегеніміз, сіздер Каспий газет бойынша сауда жасайтын болсаңыздар, міне, розничная торговля путем заказа товара по почте или через интернет деген таңдаймыз. Себебі біз Каспий газет деген арқылы, интернет арқылы сауда жасаймыз. Таңдадық, выбрать басамыз. Міне, продолжить дейміз. Бұл жерде сіз ОКД-ға 4 ОКД енгізсеңіз болады. Біреуін Каспий газет, екіншісін торт пісіріп жатсаңыз, үшіншісін тағы басқа өзіңіздің мамандығыңызға байланысты таңдап қоссаңыздар болады. Міне продолжить. Енді добавить деген қажет емес бізге. Сіздерге бұл жерде енді бізде упрощенная декларация деген таңдаймыз, себебі қазір осы бойынша бізге налог тапсырған өте ыңғайлы. Себебі 6 айда бір рет сіз бір жылда 2 рет налог тапсырасыз. 6 айда бірінші жарты жылдыққа, екінші 6 айға екінші жарты жылдықта. Осы режим бізге ыңғайлы болғандықтан осыны біз таңдаймыз. Продолжитті бастым. Міне. Енді следующий инструкциямен дейді. Бұл кісіге ИП қажет емес, сол үшін мен сізге жай ғана көрсету үшін өзімнің мамамның телефонын алып көрсетіп отырмын. Менің өзімде ИП бар. ИП начать дегенді бассаңыз, бетіңізді, көзіңізді жұмып, инструкция бойынша ровно қарайсыз. Сол кезде сізде шығады зарегистрирован ИП деп. Сіздерге өзімнің телефонымен де көрсетемін. Бұл жерде мысалға зарегистрировать ИП деп жазамын. Менде ИП бар болғандықтан, Каспий газетпен сауда жасап отқандықтан, міне, у вас уже зарегистрирован ИП деп шығады. Сіздерде жасыл түспен ИП зарегистрирован деп шығады.